Camtasia тағы да басқа OBS деген программаны қолданбай, MacBook-тың өзімен запись жасау үшін, дәл MacBook-тың өзінің программасымен. Ол үшін QuickTime Player деген бар, мынадай QuickTime Player. Осы QuickTime Player-ді ашасыздар. Осы содан кейін мынадай терезе шығады. Мұны атымен басып тастайсыздар. Одан кейін оң жағын басасыздар. QuickTime-ға оң жағын басып, яғни X саусақпен қатар басып, тачпадпен отырсаңыздар, начать видеозапись емес, новый запись экран деген таңдайсыздар. Новый запись экраны басып, одан кейін параметрге басып, 5 секундтан кейін басталатын қосуы болады. Және қай жерге сақтау, мысалы фильмеге сақтасын, микрофон таңдайсыздар, одан кейін запись батырмасын басып қаласыздар. Мінекей обратный отчет жүретті, экраннан запись басталады. Мұнда қазір жазғаным жүріп жатыр. Одан кейін мына жерде домалақ тұрады, мынадай ішінде 4 күштісі бар. Осыған басып, стоп басасыздар. Ол сіздер қай папканы көрсеттіңіздер, сол папкаға сақталады. Мысалы, мен фильмі көрсеттім, фильмнің ішіне түседі қазір. Мінекей запись экраны ашамын. Одан кейін мына жерде домалақ тұрады, мынадай. Осылай экраннан запись жазуға болады. MacBook-тың өзінің QuickTime-мен экраннан жазудың артықшылығы жоғары сапада әрі экранның толық форматында жазады. Назарларыңызға рахмет. Сау саламатты болыңыздар.